Ернар қалада тұратын фотограф. Бір күні әлеуметтік желіден ескі картаға көзі түседі. Онда бұрын болмаған, интернеттен табылмайтын бір ауылдың атауы жазылған. Ол Қарақойлы болатын. Қызығушылығы оянған Ернар ол ауылды іздеуге бел буады. Google картасынан іздегенімен еш нәрсе шықпайды. Бірақ картадағы координатпен далаға шықса, бір көне жол табылатыны анық болды. Бұл зерттелмеген дүние. Егер рас болса, бір ерекше материал болар, деп ойлады ол. Ернар ескі көлігімен дала жолына түсті. Біраз жүрген соң GPS істемей қалды. Ұялыс байланыста жоғалды. Бірақ ол қайтпады. Бірнеше сағаттан соң қураған ағаштар арасынан ескі қақпа көрінді. Үстіне әрең оқылатын жазу қашалған. Қош келдіңіз, Қарақойлы. Ауылда үйлер бар, бірақ еш қозғалғыш жоқ. Терезелер сынған, кейбір үйлер жартылай құлап жатыр. Бірақ бір түрлі, бәрі жаңа қаңырап қалғандай. От жаққан ошақ іздері әлі де бар. Ернар камерасын алып суретке түсіре бастады. Бірақ фотосуреттерде белгісіз бейнелер пайда бола бастады. Бір үйдің терезесінен біреу қарап тұрған. Екінші суретте артында бір көлеңке тұрды. Бір үйге кіргенде еденде күнделікті дәптер тауып алды. Онда бұлай жазылған: біз бұл жерден кете алмаймыз. Келгендер де кете алмайды. Олар бізді ұмытып қалды. Ол күнделіктен сыртқа шыққанда бұрын қараусыз тұрған үйлердің бірінде жарық жанып тұрды. Едінде Ернар түс көрді. Түсінде ауыл тұрғындары қатар тұрды. Барлығының бет-жүзі болды. Олардың ішінде бір қарт адам алға шықты. Сен де біз сияқты жоғаласың. Бұл жерге келген жан қайтып кете алмайды. Бізді бір кезде үкімет көшіріп, ұмыт қалдырды. Бірақ біз мұнда қалдық. Сіздер кімсіздер? Неліктен мені жібермейсіздер? Себебі сен енді бұл ауылдың бір бөлшегісің. Таңертең Ернар бәрін тастап, көлігіне асығып кетті. Бірақ жол жоқ, қақпа жабық. Аспан бозарып, күн қозғалмай қалды. Сағат таңғы 7:00-де тұрып қалды. Ол қайтып шықпақ болып әр үйді аралап шықты. Соңғы үйдің қабырғасында таспен жазылған: жол жоқ, сен енді бізбенсің. Камерасындағы соңғы фото өзінің артында тұрған бірнеше адамның бұлдыр бейнесі болды. Бірақ шын өмірде ол жалғыз болады. Бірнеше айдан соң Ернар із-түзсіз жоғалды. Іздеу тобы картада ондай ауыл болмағанын анықтады. Бірақ бір қызығы, Ернардың досы оның камерасын тапты. Ішінде жүздеген сурет, бірақ біреуінде түсініксіз жазу шығып тұр: біз ұмытылмаған жерде өмір сүреміз. Біз енді тарих емеспіз. Біз тозақпыз.